Саламатсыздар оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз иррационал теңдестіктер шешуге. Енді қараңыздар, иррационал теңдестіктер мынадай түрде болуы мүмкін, және екінші дәрежелі болуы мүмкін, яғни немесе үшінші дәрежелі болуы мүмкін, немесе n-ші дәрежелі, яғни жұп және тақ дәрежелі. Қайсысы? Так. Саламатсыздар оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз иррационал теңдестіктер шешу. Енді біздер мынадай түрдегі иррационал теңдестікті қарастырайық. Ол үшін оң жағы сан болғандықтан және ол оң сан болғандықтан біздер иррационал теңдестікті квадраттауымыз болады. Ол үшін алдымен біз мына теңдестіктің анықтау болысын тауып алу керекпіз. Яғни қараңыздар, мына теңдестікті былай біз жүйемен шешсек болады. Яғни анықтау болысы ол түбір астында болғандықтан және ол жұп дәрежелі, яғни екінші дәрежелі болғандықтан, сондықтан 2х минус 1 үлкен тең 0-ден деп аламыз. Ары қаратай екі жағын да квадраттаймыз. 2х минус 1 түбір астында 2х минус 1-дің квадраты ол 2х минус 1 болады. Ары қаратай кіші теңдестіктен басқа өзгермейді квадраттаған кезде. 3-тің квадраты ол 9 болады. Бұдан 2х үлкен тең 1-ден болады. Бұл анықтау болысы. Ал мына жерде 1 міне қашады 10-дан болады. Сонда 2х кіші 10-дан болады. Ары қаратай бұдан x үлкен тең 2-ден 1-ден болады. Мынада x кіші 5-ден болады. Яғни 10-ды 2-ге бөлеміз. Сонда қараңыздар, сан өрісін салатын болсақ, 2-ден 1 үлкен тең болғандықтан 2-ден 1 нүктесі боялады. 2-ден 1 дейміз. Сан өрісі x өрісінде салып отырық. X кіші 5-ден дейді. Ашық болып тұр 5-іміз. Кіші аралық. Ол 5-ден кіші аралық. Мына аралық болады. 2-ден 1 үлкен тең аралық. Ол мына аралық болады. Сонда екеуінің қиысқан аралығы бізде ол 2-ден 1-ден 5-ге дейінгі аралық болады. Яғни жауабы бізде x тиісті 2-ден 1-ден 5-ге дейінгі аралық. 5 кірмейді. Арады екінші теңдестікте қараңыздар, үшінші дәрежелі түбір астында x кіші тең 2-ден дейді. Бұл жерде анықтау облысы x үлкен, мына жерде анықтау облысы r болады. X тиісті r-ға тең болады. Яғни қараңыздар, мына жерде оң сан болсын, теріс сан болсын, одан үшінші дәрежелі түбір табу болады деген нәрсе. Ары қаратай екі жағында кубта жібереміз. Сонда x кіші тең 8-ден деген нәрсе шығады. Сонда жауабы теңдестіктің жауабы x тиісті минус шексіздіктен 8-ге дейінгі аралық деген сөз. Яғни 8 кіреді. Ары қаратай кеттік. Үшінші мысал. Енді үшінші мысалда мынандай екі функцияның көбейтіндісі берілген. Біріншісі түбір астында x минус 3 болғандықтан ол әрқашанда оң болады, ал екіншісі x минус 12 ол теріс болу керек. Теріс немесе нөлге тең болуы мүмкін. Яғни мына жерде теңдестіктің басына назар аударамыз. Яғни кіші не тең 0-ден болғандықтан мынау теріс немесе нөлге тең болуы мүмкін. Сондықтан біз x минус 12 кіші не тең 0-ден деп аламыз. Мына жерде мұны теріс болады. Мынау әрқашында оң болып тұр. Ары қаратай анықтау болысы x минус 3-тің анықтау болысы үлкен не тең 0-ден болады. Сонда қараңыздар, мына теңдестікті шешетін болсақ, бізде x кіші не тең 12-ден және x үлкен не тең 3-ден болады. Яғни сан өрісін салып көретін болсақ, бұдан x тиісті болады. Қазір аралықты табамыз. 3 пен 12 екеуі түбір астына кіреді. Яғни боялады. Сондықтан кіші не тең болғандықтан 12-ден мына аралықты боямыз. 3-тен үлкен деген аралық болғандықтан мына аралықты боямыз. Екеуіне тиісті ортақ аралық ол 3-тен 12-ге дейінгі аралық. Сонда 3-тен 12-ге дейінгі аралық. Яғни мына жерде сіздер өзіңіз теңдестікті оқып қарасаңыздар да түсінікті. 3-тен үлкен тең болып тұр, 12-ден кіші тең болып тұр. Олай болса 3 пен 12-ның арасы деген нәрсені аламыз. Яғни біздің түсіндіруге мысалымыз осы. Үйден 15-те бірінші, 15-те үшінші есептерді шығарасыздар.